Қайырлы күн достар. Буын жаттығуларын денеге арналған түрлі жаттығулардан бұрын жасау керек. Себебі жаттығу кезінде жарақаттың алдын алу үшін буындарымызды қыздыру керекпіз. Йога асандарын жасамастан бұрын осындай 10 минуттық буын жаттығуларын жасаймыз. Алдымен қолдарымызды алдымызға созып, білезік буындарымызды ішке қарай 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, асықпаймыз. 4, 5. Енді сыртқа қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Саусақ буындарымызды кеңірек ашып, білезік буынымызды қозғалтамыз. 1, 2, 1, 2. Қалыпты демаламыз мұрынмен. 1, 2, 1, 2. Саусақтарымызды қаттырақ бүгіп, жыртқыш аңның, алақанның бейнесін жасай отырып, білезіктерімізді қимылдатамыз. 1, 2. Бұлшық еттерімізді қозғалтамыз, серпейміз. Келесі буын жаттығуы ол шынтақ буынымыз. Шынтақ буынымызды ішке қарай 5 рет, сыртқа қарай 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі буын жаттығуымыз иыққа арналады. Қолымызды белімізге қойып, 1, 2, 3, 4, 5. Қалыпты демаламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды иыққа қойып, артқа 1, 2, 3, 4, 5. Алға 1, бір қалыпты жаймен, қалыпты деммен асықпай жасаймыз. Келесі буын жаттығу басымызға арналады. Демалуды ұмытпайық, қалыпты демалуды. Солға дем аламыз, дем шығарамыз. Оңға дем аламыз, дем шығарамыз. Асықпаймыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Асықпай, бір қалыпты. Денемізге салмақ түсірмейміз. Ауыртпалық ешқандай түспеу керек. Жаймен, бір қалыпты қозғалыспен жасалады. Мұрнымыздың ұшыменен шеңбер сызамыз. Жаймен, 1, артқа қатты шалқаймаймыз. Иегімізді денемізге тигіземіз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жаймен, бір қалыпты дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, шалқаймаймыз. Жаймен, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Кері бағытта дем аламыз, дем шығарамыз. Жаймен, дем аламыз, шалқаймаймыз. Мұрынның ұшымен жай ғана шеңбер сызып айналдырамыз басымызды. Қалыпты демалуды ұмытпайық. Салмақ түсірмейміз. Келесі жаттығуымыз алға 1, түзу ұстаймыз басымызды, артқа шалқайтамыз. Дем аламыз, 1, қалыпқа түсіреміз басымызды. Дем аламыз, шалқайтып, демімізді шығарамыз. 1,
бір дем шығарамыз, дем аламыз, дем шығарамыз. Келесі буын жаттығуымыз иыққа арналады. Иықтарымызды 180 градусқа айналдыра аламыз, бірақ күнделікті тұрмыста біздер айналдырмаймыз. Осылайша буындарымызды қозғалтып, қимыл жасап, жаттықтырып тұра аламыз. Алға 5 рет, артқа 5 рет қолымызды белімізге қойып жасаймыз. Дем бір қалыпта. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі қолымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Әр буын жаттығуында алға 5 рет жасағаннан кейін міндетті түрде кері бағытта 5 рет жасаймыз. Келесі буын жаттығуымыз жамбас сүйектеріне арналады. Жамбас сүйек буындарымызды біз аяқымызды қозғалту арқылы қозғалысқа келтіреміз. 1, 2, 3, 4, 5. Бір қалыпты демаламыз. Аяғымызды демалтып аламыз. Кері бағытта. 1, 2. Буындарымызды қозғалту қиындыққа соқса, аяқ ұштарымызбен тіреп, кілемшемізге қойып демалтып алуға болады. Келесі аяғымыз. 1. Жамбас буындарымызды қозғаймыз. 2. Бір қалыпты демаламыз. Қолдарымызды белімізге немесе түсіруге болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Кері бағытта. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі буын жаттығуымыз тізеге арналады. Қол аяқтарымыздың бұлшықеттерін серпіп аламыз. Қолымызды екі тіземізге қойып, оңға 5 рет, солға 5 рет айналдырамыз. Жаймен бір қалыпты деммен. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі буын жаттығуларымыз аяққа арналады. Жерге отырып, қолдарымызбенен тіреп, ыңғайлы отырып аламыз. Кімге қалай отырған ыңғайлы, өздеріңіз қарайсыздар. Немесе былай отыруға болады. Аяқтарымызды сосып, жаймен жаттығуымызды бастаймыз. Алға, артқа, алға, артқа. 1, 2, дем аламыз, дем шығарамыз. Аяғымыздың бәшейлерін, саусақтарымызды қалай жазамыз, солай жазып, қозғалысқа келтіреміз. 1, 2, естеріңізде болса, қолымызды, қол саусақтарын, буындарымызды осылай қозғалтқан болатынбыз. Қаттырақ жайып, қаттырақ қысамыз. Алға қарай 1, 2 жаямыз, ерінбейміз, ашамыз, барлық бәшейлеріміздің арасын ашамыз. Күнделікті тұрмыста аша бермейміз. Аяқ буын жаттығуларын тұрып та жасауға болады. Сыртқа қарай 5 рет, ішке қарай 5 рет айналдырамыз аяқ буындарымызды. 1,
2 3 4 5. Келесі аяғымыз. Серпіп аламыз аяқтарымызды. Ішке және сыртқа айналдыруға қиындықтар тудыруы мүмкін, күнделікті тұрмыста айналдыра бермегендіктен. Егер де күніне осы буын жаттығуларын қайталап тұрсаңыздар, буындарыңыз осы қимыл қозғалысқа үйренеді. Аяғына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.